Қайырлы таң. Қолдарыңыз қалай? Сол мен баяғы дубль 2 деп қайттан бар жатырмын. Кешегі барған жермен. Сол, надеюсь, кешігіп келмейді. Сол. Давайте. Сонда шығамын. Чайымды ішіп алайын да, печеночный чай. Бітті, енді мынаған жердейканы қазір жасаймын. Су қайнатып қойдым. Соны завайттаймын. Айтпақшы, бағана назымдар келген. Пицца заказ беріп жедік. Қағанат. Дарияларға немене аламыз? Пепперони аламыз. Мынандай қағанатты өзіміз жедік. Сосын немене алдық? Стрипсы, чебуречки дегендерді. Сол қағазы ғана қалды. Тақтыр керек. Сонымен бүгінгі күніміз улап-чулап өтті. Назымдарды бағана үйге апарып ыстадық. Келесі жұмада пятница күні 1 мартта Астанаға кетеді. Солай жағдай. Қазір бүгін сағат 1-ден кетті. Барат түні дейді ғой бүгін. Кажется, күндіз ораза ұстау керек екен. Может, не обязательно, бірақ ұстау керек екен. Түнге қалдым. Түнді егер барынша ұйықтамай, ғибадат етіп, құлшылық етіп, бүкіл бір жыл бойы істеген нәрселеріңді ойлағың керек екен дейді. Егерде бір дұрыс емес жасаған ісің болса, кешірім сұрап, сол кешіріледі дейді. Көреміз енді барынша ұйықтамауға тырыссам. Ойланатын нәрсе көп. Қайырлы түн баршаңызға.